Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аскөктің пайдасы жайында айтатын боламын. Аскөктің тағамды дәмдендіргіш қасиеттерімен қоса дәрілік қасиеті бар екенін біздің жыл санауымызға дейінгі адамдар жақсы білген. Оны көне Египетте бауыр сырқатын емдейтін дәрі деп қараған. Бұл бүгінде әлем халықтарының барлығында қолдан өсіріліп, күнделікті қажеттілерін өтейді. Аскөк 1 жылдық немесе 2 жылдық болып келеді. Оның биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Жағдай талғамай, еккен орынға жақсы жерсініп бойлап өсе береді. Ол шатырша гүлділер тұқымдасына жатады. Аскөк шілде, тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымның құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Одан су, буын айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Хош иісті аскөк дәндері дәстүрлі медицинада, косметологияда және ароматерапияда қолданылады. Бұл дәндердің артықшылығы қолжетімділігінде. Өзімізге маска, тұндырма дайындауға болады. Нәтижесі қымбат дәрілерден кем түспейді. Аскөк дәндерінің құрамында эфир майы көп мөлшерде кездеседі. Дәндерінде 6-5%-ға дейін болса, жапырақтарында 0,5%. Өсімдік құрамына кіретін алейн, линоль, пальмитан қышқылдары немесе атенол, альфа-ленен, фентон ішектің дұрыс жұмыс істеуіне әсер ететін емдік қасиет көрсетеді. Сонымен қатар аскөк тұқымының емдік құрамына кальций, селен, мырыш, темір, марганец, флавоноидтар, фосфор, А, В витаминдері, С дәрумендері мен мыс, ет және ПП витаминдері кіреді. Бай құрамы медицинада кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Олар седативті, тазарту, нығайту, бактерицидтік, диуретикалық, холеретикалық, бронхдилататор, паразитке қарсы, токсикозға жел айдайтын қасиетке ие. Аскөктен жасалған қоспа асқазан ішек жолдарына өте тиімді, пайдалы микрофлораны қалпына келтіреді, спазмды босатады, ауырсынуды жеңілдетеді. Аскөктің пайдалы қасиеттерін талқыламас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Аскөктің іш жүрмей қатып қалған кездегі қасиетіне тоқталатын болсақ, аскөк ұнтақталған дәнін 1 шай қасықты 1 стакан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырамыз. Осы тұндырмадан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымын алып, ұнтақтап, оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стакан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысын реттейді. Сонымен қатар зәр жүрмей қалған кезде де аскөк тұндырмасының пайдасы зор. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стакан аскөкті ұнтақтап пайдаланса, әсері мол. Аллергияда тері бүлініп, қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстіне компресс жасайды. Аскөк тұқымы цистит ауруында ем. Аскөк тұқымы бүйрек жұмысын қалыптастырады, организмнен сұйықтық шығаруын жылдамдатады. Олар қуықты тазалап және қабыну белгілерін басады. Антибактериалдық әсері арқасында бактериялардан зәр шығару жолдары тазарады. Аскөк түйілуді басып, жалпы нығайтушы әсер береді. Ауруды жеңілдету үшін аскөк қайнатпасын дұрыс дайындауды білу керек. Ең негізгі қарапайым әдіс 2 шай қасық тұқымды 1 стакан суға салып, жай отта 20 минут қайнатамыз. Салқындаған сусынды мәрліден өткізіп, 5-6 рет 1 апта бойы пайдаланамыз. Маңызды теститте аскөк тұқымы дәрігер еміне қосымша ем ретінде қолданылады. Жүктілік кездегі токсикозда
жүрек айну, құсуды, әлсіздікті басуға көмектеседі. Сонымен қатар екінші триместр кезіндегі ісіктің алдын алады және ЖРВ кезінде симптомдарын жеңілдетеді. Аскөк тұқымын пайдаланар алдын болашақ ана дәрігермен кеңескен жөн. Аскөк тұқымы көп ауруларға көмектеседі. Дегенмен, төмендегі аурулар кезінде сақтықпен қолдану керек. Яғни шөптерге, өсімдіктерге аллергиясы бар, құрамдас бөліктерін көтере алмаушылық кезінде, қан қысымы төмен науқастар, созылмалы аурулары бар науқастар сақтықпен дәрігердің кеңесімен қолданған жөн. Тұндырманы қолданғанда жағымсыз симптомдар әлсіздік, ұйқышылдық, дискомфорт, көру нашарлауы, бөртпе пайда болса, терапевт дәрігер кеңесіне қаралып. Ғылыми медицина жас балаларға арнап одан аскөк суын дайындайды. Ол үшін аскөк майының бір бөлігіне 1000 бөлік тазартылған су қосып дайындайды. Үй жағдайында аскөк дәндерінің бір ас қасық мөлшеріне 1 стакан ыстық су құйып, су буында 15 минут көлемінде қайнатамыз. Омыраудағы балаларға емізуден 10 минут бұрын шай қасықтың 1/3 мөлшерінде беру керек. Дайын ерітіндіні тоңазытқышта 1 айдан артық сақтауға болмайды. Ең дұрысы әркез жаңадан жасалған абзал. Ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.